Сәлем достар, менің YouTube каналыма қош келдіңіздер. Маған тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар. Бүгін сіздермен өте дәмді болып шығатын рогалики печеньесінің рецебімен бөлісетін боламын. Ең алдымен 2 жұмыртқамызды ыдысымызға жарып, үстіне шекер салып жақсылап араластыратын боламыз. Жұмыртқамыз бен шекеріміз жақсылап араласқаннан кейін үстіне бөлме температурасында тұрған сары майымызды салып, жақсылап езіп алатын боламыз. Сары майымызды езіп алған соң үстіне қопсытқышымыз бен ұнымызды салып, жақсылап жұмсақ қамыр иіретін боламыз. Қамырларыңыз қолдың икеміне келген соң қолдарыңызбен елесеңіздер болады. Рогалики печеньесін осы менің рецебіммен істейтін болсаңыздар, өте дәмді, үгітілмелі болып шығады. Қамырымызды жақсылап илеп алған соң, 15-20 минутқа салафанға салып, морозилкаға салып қоямыз. Дайын болған қамырымызды екіге бөліп, бір бөлігін жақсылап жаятын боламыз. Қамырымызды жақсылап жайып алған соң, 3 бұрышты бөліктерге кесіп аламыз. Жақсылап бөліктерге кесіп орайтын боламыз. Ішіне начинка салсаңыздар да болады, мен салған жоқпын. Қызып тұрған пеште 15-20 минутқа пісіріп алсаңыздар болады. Бетіне жұмыртқа жағып, мен үстіне шекер септім. Рогаликиіміз дайын болды. Астарыңыз дәмді болсын. Сіздермен болған Назым. Менің каналыма тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар.